Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Құрама командалар ойындары өтті. Жазда Германияда болатын Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алған командалар толықтай анықталды. Өкінішімізге орай олардың арасында Қазақстан командасы жоқ. Өкінішті дейтін себебіміз біздің құрама команда оған өте жақын болған еді. Келесі жарыстарда ұлттық командамыздың көрсеткіштері одан әрі жоғарылай беретініне сенеміз деп бұл тақырыпты жаба тұрайық. Өйткені өткен демалыс күндері ішкі чемпионат ойындары қайта жанданған еді. Наурыздың 30-31 күндері футболдан Қазақстан премьер-лигасының 3-ші тур ойындары өтті. Қарағандыда жергілікті Шахтер түркістандық Тұранды қабылдады. Осыған дейін сырт алаңда 2 ойын өткізіп, екеуінде де жеңілген Шахтер өз алаңында алғашқы ұпайына қол жеткізеді деген ой болған. Бірақ олай болмай шықты. Олар тіпті алғашқы голдарын да сала алмады. Ойынның 7-ші минутында қонақтар есеп ашып кетті. Гол авторы өзіне берілген мүмкіндікті сәтті пайдаланған Тұранның боливиялық шабуылшысы Леонардо Вака Гутиеррес. Ал бірінші таймның аяғына қарай командасының шабуылына араласқан словакиялық Бранислав Слука есепті еселеді. Кеншілер қанша тырысып тұрмысқанымен осы 0-2 есебі матч соңына дейін өзгермеді. Шахтердің 3-ші ойындағы 3-ші жеңілісі. Атырауға Талдықорғаннан жетісу келді. 0-0 есебімен сылбыр өтіп жатқан ойынның 73-ші минутында 10 шақты жылдан кейін жетісуға қайта оралған Серікжан Мұжықов бұрыштама соққысын керемет орындап командасының маусымдағы алғашқы голын салады. Ал 77-ші минутта белорусиялық футболшы Игорь Стасевич пенальтиді сәтсіз орындап Атырау есепті теңестіретін мүмкіндікті пайдалана алмады. Қорытынды есеп 0-1 жетісудың алғашқы жеңісі, ал Атыраудың алғашқы жеңілісі. Петропавлскіде Қарасай стадионында жергілікті Қызылжар командасы қостанайлық Тобылды қабылдады. Өткен маусымда тәуір өнер көрсеткен Али Алиев баптайтын Қызылжар командасы осы маусымда да жақсы бастауда. Олар азулы Тобылмен тәуір ойын көрсетіп жеңілмеді. Олардың гол салған сәттері де болды. Бірақ ол офсайдтан салынған гол болып есепке алынбады. Ойын 0-0 есебімен аяқталып, командалар ұпай бөлісті. Өткен маусымның қола жүлдегері Ақтөбе премьер-лигаға биыл шыққан астаналық жеңісті қабылдады. Ақтөбе өздерінің фаворит екендігін іс жүзінде де дәлелдеді. Олар есепті ойынның 13-ші минутында ашты. Гол авторы пенальтиді сәтті орындаған Максим Самородов. Ол қатарынан 2-ші ойында гол салып көзге түсіп отыр. Сол сияқты Ыдырыс Умаев та 2-ші ойында гол сала білді. Гол алғы шепте жеңіс қорғаушыларынан мықты болып шықты және қақпашы Калмыковты да қапыда қалдырды. Ал 2-ші таймның басында Ақтөбенің Доминикан Республикасынан келген легионері Дорни Ромеро әдемі голымен Ақтөбе жанкүйерлеріне жақсы көңіл күй сыйлады. Ойынның 73-ші минутында Ақтөбенің хорватиялық қорғаушысы Матео Барач тәртіп бұзып алаңнан қуылады. Құрамы бір ойыншыға артық болса да жеңіс қалған уақытта гол сала алмады. Ақтөбенің 2-ші ойындағы 2-ші сенімді жеңісі. Ал Алматыдағы Хан Тәңірі стадионында былтырғы маусымның күміс жүлдегері елордалық Астана да премьер-лиганың дебютант командасы семейлік Елімайды қабылдаған болатын. Бірақ астаналықтардың фаворит екендігі қағаз жүзінде қала берді. Олар шабуылдады, гол салатын біраз мүмкіндіктері де болды. Бірақ семейліктер де қарап қалмады. Олар да азуын көрсете білді. Осындай ойын барысында қарсыластың қақпасына қарай жүйткіген Елімай ойыншысына қарсы тәртіп бұзғаны үшін 58-ші минутта Астананың сербиялық қорғаушысы Алекса Аманович қызыл қағаз алып қалады. Сөйтіп басымдық қонақ команданың жағына ауысады да, олар ойынның соңғы шағында оңтайлы сәтті пайдаланып есеп ашады. Топ қарсылас команданың қақпасының алдында қарап тұрған Мұртазаевтың алдына өзі келеді. Ал Роман ондай мүмкіндікті босқа жібермеді. Қорытынды есеп 0-1 Елімай командасының пайдасына. 3-ші тур ойындарын Шымкенттік Ордабасы мен Алматылық Қайрат арасындағы турдың орталық матчы жапты. Ойын Шымкентте өтсе де басымдық алматылықтарда байқалды. Қайрат шабуылдарының нәтижесін бірінші таймның аяғына қарай бұрыштама соққысынан кейін көрді. Ұлттық командамыздың жас ойыншысы Әділет Сәдібековтің белсенді араласуымен болған бұл гол Ордабасының украиналық қорғаушысы Игорь Пластунның атына жазылып автогол тіркелді. Ал 68-ші минутта Қайраттың бразилиялық сұрмергені Жоао Пауло алыстан теуіп әдемі гол салып есепті 2-0-ге жеткізеді. 85-ші минутта Ордабасының өзбекстандық шабуылшысы Жасурбек Яхшыбоев айып тобын шебер орындап командасын қайтадан ойынға қосады. Осыдан кейін екі команданың да гол салатын мүмкіндіктері болғанымен 1-2 есебі қорытынды есеп болып қала берді.
Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 3-ші турдан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестені 7 ұпаймен Қостанайлық Тобыл және Алматылық Қайрат бастап келеді. Ал 3-ші және 4-ші орындарға сәйкесінше Ақтөбе және Астана командалары жайғасты. Бірақ ақтөбеліктердің қарсыластарына қарағанда бір ойыны аз. Көш соңында әлі ұпай алмаған Қайсар мен Шахтер командалары келеді. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімін 3 гол салған ақтөбелік шабуылшы Ыдырыс Умаев жеке дара бастады. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 3-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 4-ші тур ойындары 6 және 7 сәуір күндері өтеді. Бізді қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Каналымызға жазылып лайк басып қоюларыңызды сұраймыз. Ой пікірлеріңізді комментарий ретінде қалдырсаңыздар нұр үстіне нұр болушы еді. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.